Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтар, ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады достар. Видеоны басамас бұрын каналға подписаться болып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Головкиннің міндетті қарсыласы анықталды. Дүниежүзілік бокс қауымдастығы қазақстандық Геннадий Головкин мен бразилиялық Эрисланди Лара арасындағы жекпе-жекті өткізу туралы шешім қабылданды. Головкин мен Лараға жекпе-жекті өткізу келісуге бір ай уақыт берілді. Жеңімпаз орта салмақта ВБА ұйымының жалғыз чемпионы болады. Егер тараптар келісе алмаса, промоутер саудаға жіберіледі. Ондай жағдайда сыйақы 75-тен 25 Головкиннің пайдасына шешіледі, дейілген ВБА мәліметінде. Қазақ боксшы келесі қарсыласы анықталды. Қазақстандық боксшы Бекман Сойлыбаев келесі жекпе-жекті қашан өтетіні белгілі болды. Адал промоутерлігі компаниясының мәліметінше, Сойлыбаев келесі айқасын 1 қазан күні Польшаның Люблин қаласында өткізеді. Отандасымыз екінші жартылай жеңіл салмақ оңтүстік африкалық Сифостех Мувуламен ВБА интернационал белбеуін таласады. Бекман Сойлыбаев соңғы рет 11 шілде күні Ақтаудағы бокс кешенінде мексикалық Томас Рохасты жеңді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.